Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын круассандар дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Круассандарды дайындау үшін бізге 180 грамм сары май, тұз, 2 жұмыртқа қажет. Бір жұмыртқаның сарысын осылай бөліп аламыз. Сол жұмыртқаның ағын келесі жұмыртқаға қосып, осылай 2 ыдысқа бөліп қоямыз. 200 граммнан жылы су және жылы сүт қажет. 700-800 грамм ұн, 4 ас қасық қант, сұйық май және де 10 грамм ашытқы қажет. Алдымен табаққа су мен сүтті араластырып, жұмыртқаны саламыз. Барлығын венчикпен жақсылап араластырамыз. 4 ас қасық қантты қосамыз, шым-шым тұз қосамыз. Екі ас қасық сұйық май қосамыз. Он грамм ашытқыны саламыз. Барлығын тағы да венчикпен араластырамыз. Осы қоспамыз көтерілгенше бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Егер сіздің ашытқыңыз балғын болса, яғни свежий болса, осылай қоспамыз көтерілетін болады. Одан кейін ұнымызды аз-аздан салып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, оны 30 минутқа қалдырамыз. Мен қамырды 30 минуттан кейін бір басып қойып, одан кейінгі 30 минуттан кейін алғанымда дәл осындай болып көтерілді. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Көтерілген қамырды ұнның көмегімен алып, 11-12 бөлікке бөліп шығатын боламыз. Әр бөлікті оқтаудың көмегімен ұн себе отырып, 2-3 мм қалыңдықта дөңгелетіп жайып шығатын боламыз. Әрбір бөлікті 2-3 мм қалыңдықта дайындап алғаннан кейін, бөлме температурасында тұрған сары майымызды дәл осылай жағып шығатын боламыз. Сары майды ерітпейміз, бөлме температурасында тұруы қажет. Ертілген сары май қамырдың арасында тұрмай шығып кетуі мүмкін, сол себепті ерітпей осылай жағатын боламыз. Видеода көрсетілгендей келесі әрекеттерді дәл осылай орындай береміз. Екі алақанымызбен дайын болған қамырымыздың үстін басып, кішкене формасын үлкейтеміз. Ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен жаймендеп жаятын боламыз. Мінекей қамырды осындай қалыңдықта жайып алдым. Қалауларыңызға байланысты бірнеше бөліктерге бөлсеңіздер болады.
Мен арасына вареная сгущенка салдым. Өз қалауларыңызға байланысты салсаңыздар болады, немесе мүлде ештеңе салмай пісірсеңіздер де болады. Өйткені құрамында қант бар. Круассандарымыз дайындап алдық. Формаға салар кезде арасына ашып саламыз. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүтті қосып, дисточканың көмегімен круассандардың бетіне жағып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің круассандарымыз дайын, дәмі өте керемет болып шықты. Бұл круассанның қалай болып шыққаны мына видеодан да көрініп тұр деп ойлаймын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Кәделеріңізге жарасын.